Құдай-ай, қандай жазығымыз бар еді осындай күйге түсетіндей. Жасик, телефонды көтермейін де. Саламатсыздар. Тергеуші Аманжолов Қайрат. Кешірші бізді бала. Что там тірлік тындырдың ба? Тынды ғой тірлік. Все, бізге қаладан кету керек. Ол жағын уайымдамаш. Бірінші рет істеп тұрған тірлігіміз емес қой. Сонда да қиын түсінесің ба? Сен одан да бет қалған ақшаны орнына қойып тұра. Сен ақшаны уайымдамаш. Бірақ алдымен ана тірліктің біткеніне көз жеткізуім керек. Все-таки ит өлтіріп отқан жоқсың. Адам өлімі. Мен сені түсінбедім. Мен ойыншық көріп тұрсың ба? Қойып тұра деген соң қойып тұра қалған ақша. Мен саған тағы айтам. Ақшаны уайымдама, алып келем. Маған 1 сағат уақыт бер, осы жерде болам. Мен сен қашып кетеді деп ойлайсың ба? Давай. Қой енді, уайымдама, бәрі жақсы болады. Қалай жақсы болады? Жалғыз баламыз ғой, енді не істейміз? Қой, таусылмайды. Сабыр етуіміз керек. Бұл Алланың қалауы. Пенде Алланың әміріне қарсы шыға алмайды. Тек біз көнеміз. Құдай қаласа, адамда өтеміз бәрі. Соншама Құдайға не жазып қойдыға? Барлық қиындықты біздің басымызға салып қойды ғой. Қой, қолай деме. Алла тағала өзін сүйген құлына ғана береді мұндай сынақты. Бұлай айтуға болмайды. Алтынай. Жасик, ояның ба? Су берші, су Алтынай. Су кәс. Мамалар қайда? Мамалар үйге кеткен. Звондап айтайыншы мамаларға я оянғаныңдар. Алтынай мекен, тыныштық мекен. Ау, Алтынай. Алло, мам. Жасик оянды. Шынымен айттырсың ба? Я. Тез келіңіздерші. Айналайын. Аллаға шүкір. Болды, қазір барамыз. Иә. Әкесі. Баламыз есін жиып. Иә, Алтынай звондады. Көлік тоқталдық десес. Аллаға шүкір. Ой, жол бол десес. Алло? Жақсы, амансыз, өздерің қалай? Үйдеміз ғой. Қош? Рас па? Мұна жақшан қалып қонау. Болды, қазір барам, болды. Давай. Не болды? Жасик есін жинапты. Қош, рас па? Не істейсің, сонда барасың ба? Жоқ, Грузияға барам ғой, машина алып келем ғой. Тупой сұрақ қоймашы, естіп отырсың ғой, барам деді. Мен де барайыншы. Мен қонаққа барып жатырмын ба, қыдыруға барып жатырмын ба? Бәрібір қонаққа да алып бармайсың ғой сен. Қош, мені ашытпашы, бармайсың. Барайыншы мен де. Сенің досың, менің де досың ғой. Вот жүр, укол салдыруға барамыз, онда екеуміз бар. Барайыншы. Мені ашытпай қалды. Япон. Қош, Барам мен де.
Мына апельсиннен алайық, мандариннен алайық, жүзімнен алайық, алмадан алайық. Кімге алатсың оның бәрін? Жасикке да. Шама қалтаңа қарасай тамыр. Тиын арзымайтын ақ қой өзі. Қара көр. Банан алсақ, лучше шама күш болады ғой. Онда бананнан 10 алайық. Өзім жегім келіп тұр десе, ошым. Екі-үшеуін жейміз де, бізге де күш керек шығар. Ойша, тамыр сен бір екі-үшеуден қайтпапсың да тегі. 9-ын жеп, біреуін ұялмай қалдырмай апарып берейін деп тұрсың ғой. Ала берші, береміз ақшасын. Қашан бересің сен? Түсінде бересің ба? Береміз ғой бір күні. Қай етіп жатқан ақша ғой. Әпшенен тартып бересің шынан. Ана банан алмақшы ма? Қарайып кеткен ғой анау. Нормально, витамин болады зато. Ем болады, жазылып кетеді. Енді адам болғанда өлтіріп алмай қайтып. Нормально. Қанша болады мынау? Болды, тартып бере. Сау боласайық. Помидор алайық та, салат істеп береміз. Балам-ау. Ой, canım-ау. Ой, балам. Ақылың, жаным сол, құлыным сол. Өз-өзіңе келдің бе? Мен білдім ғой. Мен жүрегім сезді. Мықты бұл. Өз-өзіне келеді дедім. Айналайын. Қалайсыздар, мам, пап? Бізді қой берші. Өзің қалайсың? Аллаға шүкір. Ең бастысы аман есенсің. Ортамызға келдің. Қарның ашқан жоқ па балам? Біресе жеңіп отқан жоқ па? Жоқ, папа. Қарным аш емес. Аздап шөлдеп тұрғаным болмаса. Шөлдеп? Алтынай суға келші. Айналайын. Көзіңнен айналайын. Жаным сол. Сағындым сіздерді, мам. Бересіз. Жүдеп кетті ғой. Ең басы амансың. Айналайын. Енді бәрі жақсы болады, Құдай қаласа. Тоқтай тұрсайшы, бірге шығайық та. Былжырамай тез болмайсың ба енді? Күте тұрсайшы енді. Әлде менімен бірге баруға ұяласың ба? Болмайтын нәрсе айтпас, жаңадан бері сипаланып жүрдің ғой былжырап. Енді қоя тұршы кішкене. Бірдеңе алып баруымыз керек. Ят қой етпесе. Қазір жолдан кәмпит-сәмпит ала саламыз. Кәмпит-сәмпит алып баратын сен қонаққа бара жатсың ба? Әлде больницаға шашуға бара жатсың ба? Бопты, онда банан-санан ала саламыз қазір жолдан. Япыш сананы қосып айтпай-ақ қойшы. Миды ашып, меріп кетіп тұрсың, жағыңнан бір ратын көпше, шашыңдап тастаймын қазір. Шаш алатын парикмахерде жұмыс жасайсың ба? Пошел, япо, күте тұрсай. Рахмет, мам. Қалайсыздар, мама? Біз жақсымыз. Өзің қалайсың? Сенсіз күніміз қараңғы болып кетті ғой. Сенен айырып қаламыз ба деп. Қатты қорықтық. Жүрегімізді алдың ғой. Мен түс көрдім, мама. Отбасымда сіздерді қатты сағындым. Еще түсімде жылап жүрмін ғой. Мен қайтарыңдар деп. Алла сол сөзімді ниетімді қабыл еттім, сіздермен қауышуды жазды. Шүкір Аллаға. Қатты сағындым сіздерді. Аллаға шүкір. Кейде басымыздан өтіп жатқан бақытты сәттерді сезінбейміз ғой. Өзім бір ренжіген кезде Алла неге бізге жалғыз құл берді деп өзіме ренжуші едім. Мүмкін Алланың берген бізге бір сынақ шығар, ескертуі шығар. Дұрыс айтасың. Жалғыз ұлымыздан айырып қалсақ не болады деген. Енді айсың. Құдай сақтасын. Аллаға шүкір. Шүкір, сіздермен қайта қоштық. Айтпақшы, әлгі қан шерді таппады. Қойыңызшы, мам, сол. Тапаса тапай қойсын. Неге қоя бер керек? Ол сені өлтірейін деп қойды ғой. Қалайда табу керек балам оны. Мама, бәле жалының бәрі сонымен кетсінші. Жоқ, балам. Олай болмайды, балам. Қалайда табу керек. Сен оны танитын бедің?
О, ассалаумағалейкум. Қалай жағдай, досым? Саған көзіңді аштың бе? Қош келдің мына жарық әлемге, досым. Біз жақсымыз ғой, бізді қоя бер, өзің қалайсың? Жақсы, шүкір. Сәл де болсын тәуір болып қалдым. Досым, қарның ашқан шығар. 2 банан алып келдім саған. Ой, негізі 10 банан ағамыз ғой. 8-ін жеп, ішінде жатыр қалған бәрі. Қалғаны осы ғой енді. Манта келдім, манты жейсің бе? Жоқ, рахмет көңілдеріңе, тоқпын. Жатып, ат души түс көрген жарсың, не? Айтып берсе, қандай түс көрдің? Топас, қабақ, не сұрақ қойып атсың? Басың істей ма сенің? Өзі енді көзін ашып отқан адамға. Сені көрді ал түсінде. Енді сонша уақыт оянбай жатты ғой, түс көрген шығар енді? Аузың жапшика жағынан бір ұрамай. Қош. Кешіріңіздер, мұнда көп отыруға болмайды. Науқастың мазасын алмай шығыңыздар. Тезірек, тезірек. Давай, жасы. Мен жеп қоя. Шарт бар. Олайын. Ештеңені уайымдамай, дәрілеріңді уақытылы ішкін. Рахмет. Мен үйге барып келейін. Уайымдамаңыз. Алтынай, мен үйге барып бір тамақ алып келейін. Мына жердің тамағы қай бір тамақ дейсің? Сөйтіңізші, мам. Сен жақсы көретін тамағыңды жасап алып келейін. Сіздің тамағыңыз сағын. Жуаным сол. Кеттім онда. Жақсы мама. Ал жақсы. Жақсы. Айтпақшы, достарың молодец екен, барлығы жиналып келіпті. Иә. Айтпақшы, неге Мура жүгіріп кетіп бара жатыр еді коридорда? Қайсы Мура? Сенің досыңшы Мура деген. Қалай сонда? Ол ішке кірген жоқ. Мен көрдім ғой коридордан. Қызық. Ол ішке кірген жоқ, не үшін келді сонда? Кімге келді? Білмедім. Ишак, ал телефоныңды. Мен саған алдаған қандай болатынын көрсетейін. Şimdi meni aldab ақшаны әкетіп қалғың келді ма? Ишак. Тоқтай тұрыңызшы, сізге бірдеңе айтуым керек. Айта беріңіз. Кеше күйеуіңіздің жағдайын білуге палатаға кірсем, жанында бір қара киініп алған адам тұр екен. Сіз кімсіз деген едім, танысымын деп бірден бөлмеден қашып кетті. Қойыңызшы, рас па? Кім болды екен ол? Білмедім, бір жаман адам секілді. Бірден қашып кетті. Мен кеше қасында болған сияқты едім, байқамаппын ондайды. Білмедім, науқасты жалғыз қалдырмаңыз. Күйеуіңіздің жаулары көп сияқты ғой. Жарайды, рахмет. Жақсы. Мама, мен кешіріңізші. Маған кету керек. Бұл жақта маған қауіп төніп тұр. Міндетті түрде оралам, мама. Кәні теппей жатыр ғой, қашан тепеді ғой? Тебеді, кішкене шыдаса енді. Шыдаған кезде 2 сағат болды ғой, күтіп отқанымызға. Бұл да адам күтіп отыр екен ау демей деген. Енді сен өйстіп қорқыта беретін болсаң, точно қимылдамайды бұл. Мен ба? Мен қорқытып отқан жоқпын ғой, мен адам баласы қорықпайды.
Жаным, менің қорқатсың бана. Қорқпа, мен күшті адаммын. Давай теккіле. Ойпырмай, сұрауға әлі кішкентай ғой. Тебетінге жақындаған жоқ қой. Айтпайсың ба адамды ит қылмай? Қашан тебеді бұл? Қай уақытта тебеді сонда? Сағат 7-де. Тапшын өрме. Мына. Тепті. Теп отыр. Иә. Ойпырмай. Құлақтан тепті деген осы екен ғой, ә? Бірақ балам, бұлай тепсең тебе бер. Болашақта адамдардың құлағынан теппе десін. Ақма? Ойбай, Құдай сақтасын. Құдай қаласа мынау болашақ ұлымның атын Арман деп қойсам ба деп атын, мама. Қалай бұлай? Четко болды ма? Қалай? Арман? Арман деп па? Сен қоясың ба? Иә. Жаным, Арман деп па? Ойбай, мынаны қара. Не болды? Жол болсын. Саған ат қою қайда әлі? Не істедім мен? Ойбай, әкесі. Әкесі шешенің көзі тірі тұрғанда ат қою қайда саған? Қойыңыздаршы. Немереміздің атын Құдай қаласа өзіміз қоямыз. Мен қойма болмай міне. Далбаслама. Әкең қояды атын. Ой, жүді. Бізге ат қойғызың келмей жатыр ма? Жоқ, просто сіздер қойсаңыздар, ескі аттар қойып тастайсыздар ғой. Қайырғали, Елубай, Алпысбай деп. Сен қайдан білдің оны? Сен Арман деп қойсаң, Сәбірмен деп көте ма? Заманауи болып. Иә. Сонда да. Елубай деп қойса не болды? Қойшы жүрсін сол, 50 цент болып. Елубайды 50-ге адам қояды ғой. Мам, пап, негізі Жасик қалжыңдап жатыр ғой. Негізі екеуміз ақылдасып, сіздер қоясыздар деп шешкенбіз. Ақылыңнан сол. Бәсе, сендерге ат қою қайда? Ертең өздерің немерелі боласыңдар біз сияқты, Құдай қаласа. Сол кезде қандай атты қоясыңдар, өздері білесіңдер. Арман деп қоясыңдар ма? Жоқ, тағы да бірдеңе деп қоясыңдар ма? Арнольд деп қоямын. Өзің білесің. Әкесі-ау, мыналарың бізге ат қойғызатын түрлері жоқ қой, ә? Біз әкешіміздің көзі балам деп айтып қойылатын ек қой? Иә. Жастар қазір ұялмайды. Қалай ойлайсың? Қыз бола ма әлде ұл ма? Мен қайдан білейін? Ең басты кей басыншы. Дұрыс қой енді, аман есен босанып алсын. Мен білсем, я ұл туады, я қыз туады. Көшей, саған мен бірдеңе десем, бірдеңе деп кетеді. Енді болады ғой, адам іштей армандайды ғой. Қыз немерем болса, болмаса, ұл немерем болса екен деп, соған айтып жатқаным ғой. Қош болды. Не қоймай кеттің, Так, өзің туады адам құсап? Үйбай, немен енді обязательно өзің туын керек па? Мен енді алғашқы немере болған ке маған қызық болып тұр бәрі. Қош болды. Жатайшы, төсек салшы. Шашалық. Мен қыз болсын, ұл болсын әйтеуір. Аман есен болсаңыз, Құдай қаласа, сен ата бол, мен апа бол. Ой, бәрекет. Атыңды да қойсақ, Құдай қаласа. Сонда бұл арманымыздағы аттарды өз баламызға қоямаймыз ба сонда? Не деген өмір әділетсіз бұл? Дұрыс қой, енді үлкендерді сыйлап, солардың жолын берсін деп, соларға қойдырады ғой бірінші сәбидің есімін. Қош, өтірік қой. Біздің мама менің атымды қойған ғой мысалға. Сонда мама ешкім сыйламаған ба не? Енді ол кездегі ситуацияны біз білмейміз ғой. Немерелерің аттарын қоясыңдар деп қойды ғой. Немереге дейін кім бар, кім жоқ? Осы сен қашан жақсы сөз айтасың? Жақсы нәрсе айтса, сол кезде бәрі жақсы болады. Охо. Омар Қаям келді қасыма. Ұрғашы Омар Қаям. Молодец. Осы бізде қыз бекен ол мекен. Маған қатты қызық болып тұр ше сол. Мынауың әлі. Барсай ана узи-пузиға. Жұрттың қатындары ұқсап, барсай тексертсең, шустрый болсаңдаршы. Осы сенің білмейтін жоқ, Негізі сроғы жақындап жатыр, бару керек. Бар, тексертсең, арқалап баруың керек қой сен. Жасик, не ғой, давай кентер пати жасаймыз.
Бұл не өл? Анау ше қыз ба, ол ма біліп береді. Ей, қойшы тәлпіштікті, қойшы, тоқтатшы болды. Керек емес. Осы сен ақ арқа тартасың ше? Қызық қой, күшті ғой, біріміздің эмоциямызды көреміз. Эмоцияға тоймай жүрсің бұны. Кейбір емес эмоция қандай болатынын көрсін. Белгілей.